тек қана Қазақстанға келе ма, жоқ Қырғызстанға ғана келе ма, жоқ бүкіл дүние жүзіне келе ма? Жебірейіл періште. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Алла тағала періште Жебірейіл вар-рух бас болып жер бетіне түседі. Енді сол кезде тек қана Қазақстанға келсе, онда қалай болады? Или отдельно қайта келе бере ма? Жоқ. Демек Қадратының общий барлығына бірақ келеді. Ал енді ораза бір мемлекетте бірінде басталды, бір мемлекетте екісінде басталды. Сонда қайсында? Мынада жұп болғанда мынада тақ болып тұрады. Мынада тақ болғанда мынада жұп болып тұрады. Қалай болады сонда? Біреулер айды көріп бастайды, біреу календармен ұстайды. Сонда қалай болады? Көрдіңіз ба? Сол үшін барлық күнін қадір түні деп түсініңіздер. Ораза қабыл болсын дейді. Әмин. Түсінде марқұм әкеңді көрсең жақсы ма? Құран оқып дұға қылу керек. Сенен дәметіп жатыр деген сөз. Штраф дегенде түсіндіріп беріңізші. Штраф деген кафарат. Әдейілеп бұзғаны үшін жасалатын дүние. Бұл парыз болады. Ораза парыз үш түрлі болады. Рамазан айы, Рамазан айының өтемі, яғни қазасы, және оның штрафы, сіз айтқан кафарат. Үш түрлі парыз ораза бар. Ораза ұстаған жандар қабыл болсын дейді. Әмин. Аға түсінде тұрмысқа шыққан бола берем, бағың ашылсын. Укол алып жүрмін. Алла шипа берсін, алыңыз, ораза бұзылмайды. Фидияны түсіндіріп кетесіз бе? Фидия деген осы жақсы расы. Фидия деген ораза ұстай алмайтын адамдар, бір жылдың ішінде жазылмайтын болса ауруы, мысалы сахарный диабет, грипп жазылады, оған болмайды. Мысалы ораза кезінде грипп болдың, ұстай алмадың, сен фидия бермейсің, яғни төлемейсің, өтем деген сөз. Оразаны ақшамен өтемейсің. Неге? Өйткені сен әлі жазыласың, үміт бар. Бұл үміті жоқ, кәртейген адамдар, солардың, осында общем ораза ұстай алмайтын адамның, жағдайы келмейтін адамдардың қаражаты болса, жағдайы келсе, онда әрбір күніне фидиятун тағаму мискин, әрбір күнге бір адам тойдырсын деген Құдайдың бұйрығы бар. Бұл аят Бақара сүресіндегі. Сонда әрбір адамға тойдыратын не бересің? Ас бересің. Сонда бұйырса 30 күнге 29 күнге 29 адам, или бір адамды 29 рет. 31 мартта шәуәл ұстай берсен бола ма? Болады. Түсінде жаңа келекесің, жаңалық болады. Кафарат, мен анализге қан тапсырған дем. Қаза бола ма дейді. Жоқ, қаза болмайды. Мұрыннан қан ақса бұзылмайды. Жұтпасаң болды. Больницаға барып анализ беремін. Болды. Бұзылмайды. Кафарат жайлы толығырақ түсініп берсеңіз өтініш. Түсіндірдің ғой. Кафаратты айттым ғой жаңағыда. Кейін қосылдың ау деме жан. Егер жара ашылып кетсе, ораза бұзыла ма дейді. Жоқ. Жараң ашылып кетсек, дәрет бұзылады. Қан ағады. Қан атылады. Рың ағады. Қан болады. Вытш болады. Ужас болады. Бірақ ораза бұзылмайды. Бүйтіп бірақ сен кесіп аттында қолымды кесіп алдың. Қолымды кесіп алдым дедің. Ораза бұзылмайды. Егер сол қаныңды бүйтіп сорсаң, ораза бұзылады. Сылдылар бар ғой деп қан соратын. Вампирлер сияқты ол бұзылады. Гриппен ауырсам ораза бұзыла ма дейді. Бұзылмайды. Түсімде Меккеге көрін, иншалла барасың. Қарыз болса шәуәл ұстаса бола ма? Енді қарыз ұстаса сауаптырақ деп айтамыз. Дұрыс сұрағы сол. Хиджама жаса ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Тамақ пісіргенде дәмін көрсе бола ма? Борат жұтпау керек. Болат жұтпау керек. Укол оразан бұза ба? Бұзбайды. Сіз қай уақытта стримге шығасыз дейді. Мен стримге таңғы сағат 4-3:30-да шығам күнде. Оразаның бірінші күннен бастадық. Мына қанша күн инстаграмда шығамырақ. Нұрлан имам кезетке кіресіздер, сол жерде таңға күнде эфир болып жатыр. Сәресіге ұйықтап қалсаң, ұйықтай бересің, кешке дейін аш болып жүресің. Тамақ жеуге болмайды, бірақ ниетің қабыл болады, ораза кете береді. Түсімде Құран оқимын, өңде оқуды Алла нәсіп етсін. Таңертең ұйықтап қалыппын, іштен етпейді, ораза жалғастыра бересіз. Тамақ ішпеңіз. Гриппен ауырсам оразаны ашуға бола ма? Болады. Суды ұмытып ішіп қойсаң ораза бұзылмайды, байқамай ішіп қойсаң ораза бұзылады. Сәлесіне ұйықтап қалсаң жалғастыра бересіз. Қарыз кредит болса, кіші қарыздыққа барса бола ма? Болады. Бірақ қарызды беріп барған жақсырақ деп айтамыз. Ораза едім, су ішіп қойдым. Су ішіп қойсаңыз, ұмытып ішіп қойсаңыз бұзылмайды. Түсімде бит көрем, бай боласың. Ақшаң келеді, ақша болады. Ете кіргезіне бұзыла ма? Бұзылады.
Түсінде аяғың ауыр болса, қыз бала болса отдельный жолынады, күйеудегі болса отдельный жолынады, әрқайсысын точно білу керек. Арабша сауатыңыз бар ма дейді. Сен туылмай тұрғанда мен арабшаны оқып тұрып имам болғам. Сен туылмағасың о кезде. Жиырма 29 күні ораза ма дейді. 29 күні ораза ұстайсыздар, кешке ашасыздар, болды, сөмен бітті. Кейбіреулер айт күні сәресі ішеді, айт күні сәресі ішілмейді. Ол туралы айтқанбыз. Қанша жастан ораза ұстау керек дейді. Есін білгеннен ұстай беру керек. Шәуәл кезінде қарыз ұстауға бола ма? Болады. Етеккір кезінде ораза ұстамайсыз. Алла тіл көзден сақтасын дейді. Әмин, баршамызда сау болшы родной дейді. Әумин, баршамыз сау болайық. Ел аман болсын. Ингалятор оразаны бұза ма? Ингалятор ауа күйінде болса бұзбайды. Бутан газ сияқты болса. Ал егер капля су ретінде, спрей ретінде болса, ол спрей жұтылатын болса, ораза бұзылады. Егер жұтпай мына жерде аузын қайшай түкіріп тастаса, онда бұзылмайды. Шәуәл айында қай кестен ұстайсыз? Қай уақытта ұстайсыз? Сол кестемен ұстайсыз. Таң намазда дейді ішіп бітіресіз, ұстаған кезде, мысалы 5 апрельде ұстасаңыз, 5 апрельде кестені қарайсыз. Таң намаз нешеде, сол уақытта ішіп бітесіз, кешкі ақшамда аузыңызды ашасыз. Мүлдем түс көрмеймін, нормама дейді, супер. Сәрес өткенен так, неге сақал өсірмейсіз дейді. Енді солай болып тұр енді. Көзге дәрі дамылса бұзылмайды. Укол система оразаны бұза ма? Бұзбайды. Балиғат жас қанша жас? Әркім бәрі қалай. Екеуіне де 15 жас потолок, ұлға да қызға да. Аман болыңыз аташқа дейді. Мен аташы ата болайын. Бірақ ата емес, бірақ ата болуға Құдай нәсіп етсін. Сенің дұғаң қабыл болсын. Етеккір кезде ораза ұстасам күнәлі боласыз, ұстай алмайсыз. Ұстасаңыз да өтпейді. Зекет жайлы айтыңызшы дейді. Зекет тазалау деген сөз. Дүниені ол туралы аккаунттар. Етеккір келгенде ұстамай қарыз болып есептеліне ме дейді. Қарыз болады. Кейін айттан ұстайсыздар. Бұрын қанасы ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Қадір түні қашан? Оразаның соңғы күндері 26-сы деп үмітіміз бар, бірақ Алла біледі. Точно сол күн бұл күн емес пе? Сондықтан барлықтарыңыз, жастардың бәрі мешітке шуап барудың қажеті жоқ. Қадір түнінде барлығы нада, не нада, қызы да, ұлы да, баласы да, жасы да, кемпірі де, шалы да, бәрі қадір түнінде мешітке кіріп алады. Қадір түн біткеннен кейін біреу көрмейсің. Не болды? Қадір түн бітті болды. Неге үшін барамыз? Как будто бір проблема, да, бір барып вопрос шешіп қайтып келдім деген сияқты. Дұрыс емес. Қадір түнде үйде болыңыздар. Үйде оқи бер құлшылығыңды. Үйде отыра бер. Қадір түнде қыдырата келіп, мешітте сен іздеп, қайдан, Руслан қайда, Марат қайда, Қайрат қайда деп іздемейді, қорықпа. Сен қадір түнде ешкім түспейді. Саған келіп, періштелер келіп, денеңді қыштап, аруақтар келіп, чотам брат, чотам деп айтпайды. Керек жоқ, басында қатырма. Тек қана қадір түнде құлшылық қылу керек, дұға қылу керек, болды. Біздікілер отырып алып, мешітке кіріп, селфи жасап, бүйтіп селфи жасап, мешіттің ішінде 3-4 көйлек киіп келіп көріп, былай көріп, мен мешіттемін деп пост салып, сонымен мәз болсын, ұйықтайды, сол мешіттің тамағын ішеді, үйіне келіп ұйықтайды, болды. Не сабаққа бармайды ертесі күні, не жұмысқа барып еді. Қадір түнде есіне отырады. Дұрыс па не сол? Ол дұрыс емес, ол қадір түн олай емес. Қадір түн бізде гала-концерттік шоу қылып жібереміз. Қадір түн деген шоу емес, қадір түн деген құлшылық. Сол мәселе. Қойыңыздар ондай дүниені. Барлығы мешітке кіріп алады, шақыр-шұқыр, телефонын шұқылап, бәрі селфиге түсіп. Бұл мазақ нәрсе. Бұл мазақ нәрсе, керек емес ол. 13 жастан 14 жаста мешіт ораза ұстаса бола ма? Мен 14 жасымда имам болғам. Видеоларым бар интернетте, мына жерде бар, ойын көрсеңіз болады. 14 жасымда уже басыма сәлде киіп алып, имам болып отырғам. Уағыз айтып.
ауыз бекітпедім. Қадір түнде дұғада бола береді. Әлбетте бола береді. Қадір түнде ауруда дұға қыла береді. Күйеуге шыққанда, күйеуден ажырасқанда, байы барда, байы жоғыда, бала емізетінде, бала емізбейтінде, аяғы ауруда, мешітке барғанда, мешітке бармағанда дұға қыла беріңіз. Айттан кейін неше күн ұстайды. Қанша ұстай аласың, сонша ұстай беріңіз. Сағыз шайнаса бола ма ораза кезінде? Ораза бұзылып кетеді. Тайым бар ғой. Дауысты көтеріп ұрса, оразаның сауабы. Қанша көтересің дауысында, дауыстың оразаның сауабы сонша кемей береді. Қадір түні не ол? Құдірет түні. Қадір тағдыр түні. Таң намазға ұйықтап қалсам, күн шыққан соң оқу бола ма? Болады. Қарыз күндерін қандай уақытпен бекітіп ашады? Қарыз күндерді бекіткен уақыттағы уақытпен ашасың. Қазір қай уақытта бекітесің? О, баяғы емес. Қазірге қай күн ұстайсың, сол күнмен ашасың. Сол күн уақытымен. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Біз сізге келдік. Қандай мәселе? Сау есуге. Дайындай береміз. Құрма болмаса сумен аш, су болмаса қолыңда не бар сонымен аша бер. Бола береді кез келген нәрсемен ашуға. Жүрек айнысы ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Бір күн қарызбын. 30 күн өтейін бе? Жоқ. Қадір түні қашан точно ешкім білмейді. Оразаның қарызы 10 күн ұстасаң бола ма? Бола береді. Артығымен ұстай бер. Мысалар ораза айын 10 күн ұстауға бола ма дейді. Рамазанда ма? Рамазанда 10 күн ұстай алмайсың. 10 күн ұстайсың, сосын арғаны тағы 20 күн ұстайсың. Темекі шегетін болсаң ораза бұзылады күндіз. Кешке шексең сауап азаяды. Аяғы ауырға келіншек баласын жақсы қарасын, кейін ұстайды қарызын. Қызға хафиза деп қойса бола ма? Күшті болады. Бірақ арабша аттарды қойып аламыз да өзің түсінбейсің, не оның мағынасын білмейсің. Оны елдің бәрінен бөлектеніп салақтанып жүрген не пайда? Абай атамыздың атын қой, Абай атамыздың әкесінің атасын Шәкәрімнің атын қой. Мысалы, Тәуке ханды білесіздер ме? Қазақ хандығының құрған ұлы ірі біздің ханымызды. Тәуке ханның жұбайы Сандық анамыздың атын қой. Алпамыс батырдың жұбайы Күлбаршын еді, оның атын қой. Одан кейін барып Кенесары хан атамыздың жұбайы Күнімжанды қой. Осы нәрселерді күте тұрыңыз аба қазір. Кенде мәселе кеңіз аба? Амансыздар ма? Біздерде бар жеріміздің тұсауын кешіруге айттым ғой, дайындай берсін апа. Өзімізде бір не қылайық деп едік қой. Қазір мен шығамын. Қазір шығамын. Балалардың тұсауын кез. Біраз жүрістен, олай жақсы апа. Дайындай берсін, қазір шығамын апа. Анау төсектерін, төсейтін жүретін жолдарын төсей берсін. Ақтықтарын. Аға, біздің қызымыздың тілін тартып бересіз ба? Сөйлей алмай жүр. Қаншада? 3-те, асты 3-те. 3-тен асты. Доктор не деді? Енді үлкен ұлым 5 жаста сөйлеген әрине. Аутизм жоқ қой? Жоқ. Болды, тартамыз. Қазір неден кейін? Содан кейін, е? Содан кейін. Әдейі бұссы 60 күн тұтамы, 60 күн тұтады. Оразаны қанша жастан бастап ұстаған дұрыс? Ес білгеніңе ұстай бер. Хайыз күндер қаза болып есептеліне ме? Қаза болып есептелінеді, және қарызды өтейсіз.